Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі. Бүгінгі сабақта заттың тығыздығы туралы ақпарат аламыз. Сонымен бірге заттың тығыздығын анықтауды үйренеміз. Кәне, тақтаға назар аударайық. Жалпы заттың біз неден тұратынын білеміз. Қандай майда бөлшектерді білеміз? Атомдар және молекулалар. Енді осы атомдар мен молекулалар көбірек әрі тығызырақ орналасқан сайын дене массасы да артады. Олай болса, біз күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрген ыдыстарды көріп отырмыз тақтадан. Шыныдан жасалған ыдыс, ағаштан жасалған ыдыс, металдан жасалған, темірден, алюминийден жасалған ыдыс және пластмассадан жасалған ыдыс. Бұл ыдыстарды біз әрқайсының бір-бірінен айырмашылығы дене пішімінде, яғни көлемінде, сонымен бірге массасында айырмашылық бар екенін білеміз. Ал біз мынандай бір мағынаны тану бойынша 1 килограмм мақтаны алып, және 1 килограмм темірді алып, екеуінің массасын салыстырайық, яғни массаларын өлшейік. Олай болатын болса, 1 килограмм мақта менен 1 килограмм темірдің массалары қандай болады екен? Екеуінің массалары тең. Екеуінің массалары тең екен. Енді осы жерден бастап біз заттың тығыздығы деген жалпы ұғымды алып аламыз. Заттың тығыздығы дегеніміз бұл сол заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шаманы айтады. Формуласы ρ тең М бөлінген В. Бұл жерде ρ деп отырғанымыз заттың тығыздығы, М дененің массасы, В дененің көлемі. Осы заттың тығыздығының бірлігі үшін бірліктердің халықаралық бірліктер жүйесінде килограммның метр кубқа қатынасы килограмм бөлінген метр куб алынған. Ал 1 грамм бөлінген сантиметр куб бұл 10-ның 3 дәрежесі килограмм метр кубке тең болады екен. Енді жаңағы тығыздықтың формуласынан біз білеміз, массасы берілсе, көлемі берілсе, біз не істейміз? Бірден тығыздықты таба аламыз. Ал егерде бізге тығыздықтың мәні беріліп, сонымен бірге көлемнің мәні беріліп тұрса, онда біз массасын қалай табады екенбіз? Мінекей мына формула бойынша табады екенбіз. Келесі, көлем белгісіз болған жағдайда М бөлінген ρ деп біз сан мәндерін орнына қойып есептей аламыз. Енді қарап отырсақ, бұл жерде көлемді біз үш өлшемді түрінде келтіре аламыз. Мысалға, кез келген затты, кітапты болсын, өлшеген кездерде, оның көлемін өлшеген кездерде В тең А бұл заттың қалыңдығы, В биіктігі, С ені. Олай болатын болса, кейбір заттардың, кейбір денелердің тығыздықтары бізде кітабымызда көрсетілген. Яғни бұл өлшенген. Бұл қатты заттар үшін, сұйық заттар үшін, сонымен газ тәріздес заттар үшін бұл тығыздықтардың барлығы есептелініп қойылған. Енді шамалы ой толғаныс жасайық. Айырмашылығы менен ұқсастықтары бойынша масса және тығыздық ұғымын алдықта, осы екеуінен бір ұқсастықтарын біз ортада Вен диаграммасы менен белгілеп кетейік балалар. Соған мен шамалы уақыт берейін. Дұрыс, екеуіне ұқсас қандай шама екен? Көлем болады екен. Енді есеп шығарайық. Есеп шығару үшін бізге берілген мәтініменен толық танысып алуымыз керек. Кірпіштің тығыздығы 1,8 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм куб метр. Өлшемі 0,125, бұл бағанаға айтқандай, несі? Қалыңдығы 0,112, бұл биіктігі 0,165 метр, бұл несі? Бұл ені. Олай болатын болса, онда бұл кірпіштің массасы неге тең екендігін шығарамыз. Массаның өлшем бірлігі, бағана біз не істедік? Пайдаландық формуланы. Массасын табу үшін ρ көбейтілген V болады. ρ көбейтілген V.
Бізде тығыздық белгілі, көлемі не істейміз? Бағана үш өлшем бойынша v-ны А, В, С үшеуінің көбейтіндісін шығарып аламыз. Барлығы бірдей халықаралық бірліктер жүйесінде тұр. Есепті шешуді орындайық. Уақыт берейін. Дұрыс, есептеп болдық қой. Дұрыс, онда заттың массасын есептеп болдыңдар. Ал енді осы тақырып бойынша мен не білдім? Жаңа қандай мәліметтер алдым? Енді тағы да мен адан әрі қарай білімімді жетілдіру үшін нені білгім келеді? Осы туралы өздерің жазып берсеңдер. Үйге тапсырма заттың тығыздығы және 3-ші, 4-ші, 5-ші есептерді шығарып келесіздер. Сау болыңыздар.